Саламатсыздар ма? Бүгін біз Google презентация қалай жасайтынына мысал көрсететін боламыз. Яғни кәдімгі Google дискке кіресіздер, Drive, Google.com деген сайтқа кіресіздер. Мына бұрыштан біз Google дискке қосқан болатынбыз, иә, міне Google диск. Осы жерден Google таблицы, Google документы, Google презентации деген басамыз. Міне бұл жерде создать презентацию дегендер бар. Және де астында шаблоны деген бар. Яғни галерея шаблонов деген бассаңыздар, өте көп шаблондар шығады. Оның ішінде фото альбом дейді, свадьба дейді, день рождения дейді, лукбук дейді, книга рецептов дейді, семейные рецепты дейді, жұмысқа байланысты проектное предложение. Бұның ішінде мынадай шаблондарда кестелер, диаграммалардың форматтары дайын тұрады. Осының ішінен білім саласында қараңыз, план урока, словарные карточки, ғылыми эксперимент и проект участника Science Fair дейді. Яғни мен план урока деген басамын, мынадай түрдегі жүктеледі. Яғни міне қараңыз, темалары көп болып таңдалған. Мына жақтан басқа түсін таңдауға болады. Тема деген, мысал үшін міне өзіңіз өзгерте бересіз. Готовый шаблон болғанымен ішіндегі жазуларын, түстерін өзіңіз өзгерте бересіз. Хорошо, осылай қалдырайық. Енді сабақтың тақырыбы дейді. Үш бұрыштарды жіктеу деп қарастырайық. Жерге мен прямо қазақшалап жаза салайын. Сабақ тақырыбы. Датасы әдетте керек бола бермейді, поэтому мен оны өшіріп тастаймын. Сабақ тақырыбы үш бұрыштарды жіктеу. Аудитория 4-ші класс дейді, расширенная программа, яғни бұл жерлерін өзіңіз жөндейсіз. Мақсаты мынандай жерлерін өшіріп тастайсыз. Үш бұрыштардың түрлері. Сосын нүкте қойып, ары қарай қандайда бір мәтін жазылады. Ары қарай материалдар, яғни мына жерге бірінші, екінші, үшінші деп жазып кете беруге болады. Егер де мына материалы деген мысал үшін тақырып ретінде тұр, мен бұны кішкене кішіреткім келеді. Және астыңғы жағына мен мысал үшін не қоюым мүмкін. Текст қоюым мүмкін, үлкен көбірек текст. Яғни вставка деген басам, сурет қоюым мүмкін, изображение, загрузить с компьютера немесе текстовое поле қоюым мүмкін. Міне текстовое поле деймін, мына осылай қойып қоямын. Сөйтемде ішіне қандай да бір үш бұрыштың ауданы катетімен гипотенузасының көбейтіндісіне деген. Осындай текст жазғым келеді, мысал үшін. Мына жағына да сурет қоюға болады. Вообще өшіріп алып тастауға болады. Тастауға да болады, немесе қандай да бір жазуға болады. Ары қарай сабақ барысы деген материал қойылады. Сосын мына жерде қараңыз, арнайы осылай берілген. Мен мыналарын жаздым. Шрифтін үлкейтуім керек. Размер. Цветтерін өзгерттім, яғни бояп алып, жаңағы. Енді кәдімгі PowerPoint презентацияға қарағанда дайын шаблон қолданған ыңғайлы, және де цветін мен өзгерттім.
размеріне. Ал shift басып үлкейтуге болады. Міне осындай кесте болып тұр, және де бұдан кейінгі слайдта жаңа осындай деген сияқты. Бұл уже тема керек емес. Сонда үлкен болып көрінеді. Бұл менде уже дайын презентация. Өте оңай, уақытым көп кеткен жоқ, тек қана ішіндегі материалдар, егер менде мына жақта сабақ жоспарында дайын тұрған болса, просто әкеліп копировать етіп қоя беруіме болады. Мына жерге мысалы үшін мынау қазір үлкен текст болып тұрған болса, мынаны былай істеп жіберіп, мына жерге вставка изображение қойып қоюға болады. Изображение. Енді шпырыштың суреті явно жоқ. Бірақ басқа бір әйтеуір суретті қойып көрейік қазір. Осылай етіп, өзіңіз өз қалауыңызбен жасап аласыз. Ең бастысы бұл жерде PowerPoint-та бұндай дизайндағы шаблондар жоқ, және де редактировать ету өте ыңғайлы. Оны біз Google Slides дейміз, яғни Google презентация дейді. Енді жасаған презентациямды мен скачать етіп аламын. В формате PowerPoint, в формате PDF. Өздеріңіздің қалағандарыңызша. Мен PDF форматты дұрыс көремін, себебі созып кетпейді, ауысып кетпейді, ашылмай қалмайды деген сияқты. Міне, ашылды. Сабақ тақырыбы. Менің презентациямның ішінің бәрін жасап қойдым. Әп-әдемі, оңай. Бұл презентация. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.